Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 9-шы сабақ қазақтың қаһарман ұлы тақырыбында. Сын герой казахского народа. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши словарь, выучи. Қаһарман, герой, ою, орнамент, узор. Суретке қара, оқы. Посмотри на картинку и прочитай. Бауыржан Момышұлының ескерткіші. Астана. Памятник Бауыржану Момышұлы. Бауыржан Момышұлының отбасы. Семья. Бауыржан Момышұлының музейі. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып, Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерін жаз. Вставь вместо картинок слова. Намысты нанға сатпа. Қоянды қамыс, ерді намыс өлтіреді. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек. Отан үшін отқа түс күймейсің. Көз қорқақ, қол батыр. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст с переводом. Бауыржан Момышұлы суретті жақсы салған. Өзі салған автопортретінің бірнеше нұсқасы бар. Әр дәптерінің бетіне де түрлі суреттер салып отырған. Бауыржан ата ою да ойған. Әр оюдың артында қашан ойылғаны туралы мәлімет бар. Бауыржан атаның оюлары келіні Зейнеп Ахметова жинаған. Бауыржан Момышұлы хорошо рисовал. Есть несколько вариантов автопортрета. В каждой тетради он рисовал. Бауыржан ата вырезал узоры. Под каждым узором было написано, когда было вырезано. Его узоры собирала Зейнеп Ахметова. Төртінші тапсырма. Сөздерден сөйлем құрап жаз. Составь правильное предложение. Бауыржан Момышұлы қазақтың батыр ұлдарының бірі. Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Халық қаһарманы деген атаққа ие болған. Ол балуан және жазушы адам болған. Алматы қаласында Бауыржан Момышұлының атында көше бар. Оның соғыс уақытында жазған жазушыға, ана тілін ардақта, досыма деген өлеңдері бар. Бесінші тапсырма. Жағдаят. Әмина әжей немересі Батырханмен бірге Бауыржан Момышұлы ескерткішінің алдына суретке түсті. Екеуі Бауыржан Момышұлы туралы сөйлесті. Әмина әжей мен Батырхан не деуі мүмкін? Көршіңмен диалог құр. Диалогқа керекті тірек сөздер. Балуан, батыр, жазушы, белгілі, ұлы отан соғысы. Ситуация. Бабушка Амина и внук Батырхан сфотографировались перед памятником Бауыржана Момышұлы. Они разговаривали про Бауыржана Момышұлы. Что они могли сказать? Составь диалог. Мысалы, примерный диалог. Әже, бұл кімнің ескерткіші? Бұл Бауыржан Момышұлының ескерткіші. Ол кім? Ол халық қаһарманы, батыр, жазушы. Ол ұлы отан соғысына қатысқан. Алтыншы тапсырма. Ғаламтор мен бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып, Бауыржан Момышұлы туралы фотоколлаж жаса. Подготовь фотоколлаж про Бауыржана Момышұлы. Есте сақта, запомни. Бауыржан Момышұлы суретті жақсы салған. Бауыржан атаның оюы да көп. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.